зәулім ғимараттың жоғарғы қабатындағы бөлмеден басталады. Дәл сол жерде Маргарет есімді әйел мильф ретінде жіктелген жас жігіттің мәйіті ретінде түсініксіз болған жағымсыз оқиғаның ізін жасыруға тырысады. Ол қанды смартфонға белгісіз нөмірді теріп жатыр. Бірақ абонент Али емес. Біраз уақыттан кейін телефон шырылдады. Біреу әйелдің бұл нөмірді қайдан алғанын білгісі келеді. Сондықтан оның танысы оған есімдерін атамауды бұйырғанын айтты. Тек кейде оның әңгімелесушісі ғана шеше алатын нәзік жағдайлар туындайды. Ол өзін құлыптап, ешкімге ашпауды, ештеңеге қол тигізбеуді және оның келуін күтуді айтады. Алыста тұрған Ник есімді адам өте қажет сөмкесін алып, ғимаратқа қарай жүреді. Ол бөлмеге көтерілгенде, қобалжыған әйел келесі түні барда аңғал және жас өмірлік серігін түсіріп алғанын айтады. Төсекке секіріп бара жатып, ол қуаныштан шыны үстелге құлап, өзін өзі кесіп тастады және тыныштандырмады. Алайда, денені салдарсыз алып тастау әрекеті есік қағылған кезде тоқтап қалады. Содан кейін Джо Блек сияқты Джек есімді тағы бір әсерлі адам кіреді. Жөндеушілер бір-біріне күдікпен қарап тұрғанда телефон шырылдады. Қонақ үй иесі Памела байланыста. Оған аудандық прокурор Маргарет шақырған, қайтыс болған жезөкшемен ешқандай проблема болған жоқ. Сондықтан ол жасырын камера арқылы кептелісті байқап, өзінің тазалаушысы Джекті шақырды. Бірақ ол сырттан келген жұмысшы Никтен сәл кешірек келгендіктен, олар бұл мәселені шешу және құрметті әйелді айыптаудан құтқару үшін бірге жұмыс істеуге мәжбүр болады. Ал мүдделер қақтығысы болмас үшін шешім қабылдаушылар жеке жұмыс істеу әдетіне қарамастан бірлесіп жұмыс істеу керек. Таңдау алдында тұрған ер адамдар жұмысқа кіріседі. Ник Маргареттен оның тағдырлы оқиғаға дейінгі күні қалай өткенін сұрайды. Ол төсекте секіріп бара жатып, шыны арбаға құлап, Құдайға жанын берген жас Алфонсты бір-біріне жабыстырғанын түсіндіреді. Фиксаторлар сүйіспеншілікке толы прокурорды қалай ақтауға болатынын анықтап жатыр. Оны көз жасындай таза сәби етіп киіндірген ер адамдар Маргаретті қайтыс болған жас жігітпен жалғыз қалдырып үйіне жібереді. Алайда, кейін кәсіпқойлардың бұл іске көзқарасы басқаша екені белгілі болды. Ник Маргареттің клиентінен күдік тудыру үшін мәйітті алып тастауы керек. Ал Джек оқиғаның бәрі орын алған қонақ үйге қатысы жоқтығына көз жеткізу үшін жеткілікті. Сондықтан ол Никке көмектесуге асықпайды. Сырттан қарауды жөн көреді. Ник денесі мен дәлелдерін полиэтилен пакеттерге салып жатқанда, Джек есірткі салынған рюкзактың жасырылғанын байқайды. Жағдай күрделене түседі. Өйткені сөмкеде өнеркәсіптік ауқым бар және иелері өлі көрермен не болғанын білуге қызығушылық танытады. Олар қоқыс туралы хабарлаған кезде, ол денеден құтылуды және жол бойындағы қиын жағдайларды сипаттай отырып, есірткіні хекстерге қайтаруды айтады. Келіспеушіліктерге қарамастан, Ник мәйітті жүк арбасына салады. Джек денені тасымалдаудың қыр-сырын меңгеріп, кәсіби маманның жұмысын қадағалайды. Мәйітті киім жамылғысымен жауып болған соң, Ник мәйітті бөлмеден алып шығады. Жер асты автотұрағындағы лифтке түскеннен кейін, Джек олардың ұсталып қалмауы үшін бейнебақылау кабельдерін кесіп тастайды. Күзетші ақауларды тексеріп жатқанда, Ник сыртта қалған көлікті алып кетуге барады. Шлагбаумды жауып тастайды және Джектің оны ашуға мүмкіндік беретін кілттері бар деген сөзін ішінара елемейді. Мәйітті жүк салғышқа салғаннан кейін, олар қауіпсіздік камераларынан жазбаны алып тастау туралы дауласады. Бірақ кенеттен жүк салғыштағы өлі дене есін жейді. Содан кейін күзетші де қайтып келеді. Қандай мазасыз өлген адам деп ойлайды Джек және оны дәл соққымен нокаутқа түсіреді. Ник заңсыз денесін жарқыратпау үшін жүк салғыштың қақпағын ақырын жауып тастайды. Көлікте отырып, жөндеушілер олардың қайсысы жүрек соғу жиілігін тексерумен көбірек айналысқаны туралы дауласады. Ник есірткі жас жігіттің жүрек соғысын бәсеңдеткен деп болжайды. Бірақ қазір тағы бір мәселе өмірге келген мәйітпен, есірткімен және прокурор Маргаретпен не істеу керек? Мәселені шешу үшін ер адамдар қандай маман дәрігерге бару керектігін таластырады. Никтің танысы телефонды көтермегендіктен, олар Чинатаунға Джектің адамына барады. Жол бойында героинмен қамтамасыз етілген қожайындардың өлтірілу мүмкіндігін талқылайды. Оқиға орнында Джек оларды Ник шақырған дәрігер Джунға апарғаны анықталды. Жөндеушілер Джунаға жүк салғыштағы науқасты қарау үшін көлікті аллеяға апарады. Әйел ер адамдарға таспен ұрылған мәйітті ас үйге сүйреп апаруды бұйырады. Онда ол мәжбүрлі серіктестер арасындағы ауызша жанжалдың сүйемелдеуімен тексеруді жалғастырады. Олардың сезімдерін оятуға кедергі келтірмеу үшін маусым тазалаушыларды банкет залына қуып жібереді. Ник пен Джек виски ішіп, маусымның екеуінің де өмірін қалай сақтап қалғанын талқылайды. Әңгіме науқастың айқайын тоқтатады. Ол оянып қашып кетті. Дәрігер абдырап қалған жігіттерді қуып жібереді. Көлікті отырғызып болған соң, Ник бір іш киіммен қашып бара жатқан жігіттің артынан аллеяларды кері бұрады. Ол дүкен сөресін кірпішпен сындырып, сауда орталығына кіріп бара жатқанда, Джек оның артынан жүгіреді. Осы кезде Ник басқа көшедегі мекеменің шығысына қарай көлік жүргізіп келе жатыр. Қашқын көліктің алдына тез шығып кеткені сонша, көліктің тежеуге уақыты жоқ. Жігіт секіреді. Бірақ бәрібір көлік оған тиіп, оны секіріп аударып жібереді. Мәжбүрлі сальтодан кейін жігіт аяғына қонып, қайтадан жүгіре бастайды. Джек оның артынан қуады. Бұл оның жасында өте ауыр. Ентігу азаптайды. Қуғын сүргін қалпына келтіру құрылысында жалғасуда, содан кейін ол көпірдің тіректеріне ауысады.
Онда қашқын Джектен алыстап, баспалдаққа секіреді. Ник жігітті байқап қалып, бұрылып кетеді. Ол жас жігіт көпірге көтеріліп бара жатқанда, көлікті айдап үлгереді. Оның артынан Джек келеді де, екеуі бірге көлікке отырады. Ұсталғаннан кейін жөндеушілер маусымға оралады. Бірақ ол оны саясатсыз қайта қабылдаудан бас тартады. Тек нашақордың кетуі үшін дәрі-дәрмектерін тастайды. Осыдан кейін ер адамдар тұтқынды қайда апару керектігі туралы дауласады. Жастарға қосалқы киім беріп, олар арзан мотельге барады. Нөмірді алып тастағаннан кейін ер адамдар жігіттен есірткі туралы жауап алады. Бірақ ол бәрін жоққа шығарады. Содан кейін олар тұтқынның қаладағы ең ірі есірткі саудагерлерінің бірі Лагринге есірткі тасымалдағанын білу үшін қорқыту әдісін қолданады. Оны тезірек жіберу үшін су ішкеннен кейін бала бұл оқиғаны оянған сәттен бастап алыстан бастайды. Бұл Никті ашуландырады және ол оны тағы да қорқытады. Содан кейін тұтқын абдырап, анасы қайтыс болған курстасына жүкті жеткізуге көмектесуге өз еркімен барғанын түсіндіреді. Ашы бұрыш сияқты сезініп, ол Маргаретпен кездескен барға барды. Бөлмеде ол сұйылтылмаған Геричті қолданып көруді ұйғарды. Өйткені мұндай ішімдік ішіп, содан кейін оны нокаутқа жіберді. Жеткізу мекен жайын білу, есірткіні қайтару және мәселені жабу үшін Ник пен Джек бармен Диегоның тавернасында қалдырылған Пейджерді табу керек. Олар ол жерге баламен бірге барады. Бірақ кіреберістерді Дмитрий байқайды. Ол екеуі де әртүрлі уақытта жұмыс істеген. Ол қызының үйлену тойын тойлап жатыр. Түзеткіштер оның көзіне көрінбейді. Өйткені егер тапсырыс беруші олар үшін істеп жатқан жұмыстар туралы бір-бірімен сөйлесіп жатыр деп күдіктенсе, ол оларды өлтірушіге өздері тапсырыс береді. Және олар бір-біріне сенбейтіндіктен ажырай алмайды. Тазалаушылар мен бала шатырдан шығу арқылы клубқа жасырын кіреді. Ер адамдар бұрынғы бастықтың көзіне түспеуге тырысады. Ал жас жігіт Пейджерді алу үшін би алаңы арқылы барға барады. Алайда Диего орнында жоқ. Ал басқа бармен одан не қалайтынын түсінбейді. Жігіт құрылғыны алу үшін үстелдің үстінен секіруге мәжбүр болады. Бірақ содан кейін оны күзетшілер ұстап алып, сыртқа шығарып жібереді. Ник пен Джек соңынан ереді. Бірақ дөңгелек би ұйымдастырып жатқан ер адамдар тобына түседі. Олар ұлттық биді орындауға араласып, ер адамның қолынан байқамай шыға алмай қалады. Іс-шара барысында Дмитрий оларды байқап қалып, күзетшілерге бұйрық береді. Бірдеңе істеу керек екенін түсінген Ник пен Джек тапаншаларын суырып алып, ынтымақтастық емес, ашық араздықтың көрінісін жасау үшін бір-бірін алдыңғы көрініске апарады. Бұл қулық жұмыс істейді. Дмитрий бәрін тыныштандыруға мәжбүр. Ол жөндеушілерді үстелге шақырады. Онда олар бір-бірін танымайтындай кейіп таныта береді. Тіпті демонстрациялық төбелес ұйымдастырады. Күзетшілер оларды бір-бірінен ажыратады. Содан кейін Джек кетіп қалады. Ник жұмысына сілтеме жасап, сусын ұсынудан бас тартады. Ол кетіп бара жатқанда, күзетші тәркіленген ұқсас еңбектерге қарап, бекіткіштердің шын мәнінде дос екенін түсінеді. Көшеде Джек серіктесіне Пейджер барып баланың қайда кеткенін байқамай көрсетеді. Мұрны сынған жігіт мүмкіндік болғанша қашып кетпей, көліктің жанында күтіп тұр. Пейджерге мекенжай әлі келген жоқ. Бұл жеткізу әлі сәтсіз аяқталмағанын білдіреді. Қайта қосылғаннан кейін трио жігітке тамақ ішу үшін асханаға барады. Бала дәретханаға бара жатқанда Ник курстасы қайтыс болған анасы туралы өтірік айтты деп болжайды. Өйткені жеткізу орнату болып табылады деп қорқады. Дегенмен, олар әлі де істі аяқтау керек. Егер бала жеткізу кезінде құлап қалса, онда олар қолдарын бұлғаудың қажеті жоқ. Пейджердің сигналы әңгімені үзеді. Мекен-жай келді. Рас, оны оқу үшін тәжірибелі мамандар көзілдірік кию керек. Көздер бұрынғыдай емес. Олардың әрі қарайғы жолы қарлы өнеркәсіптік аймаққа апарады. Бұл балаға не қауіп төндіретінін түсінген фиксатор оны көліктен бақылап отырып, бастаған ісін аяқтауға жібереді. Ник соңғы сәтте шешімін өзгертіп, оған көмектесуге бел буды. Бірақ есікті ашуға үлгермей жатып, қарулы адамдар мінген қара көліктер кіреберіске қарай келе жатыр. Олар ғимаратқа басып кіреді. Осы кезде қарулы қылмыскерлер Никтің көлігіне оқ жаудырып, артынан жасырынып, Дмитрийдің қызының үйлену тойынан бастап келе жатыр. Еңкейіп, ол артқа шегінеді. Бірақ көлік алған зақымынан тоқтайды. Жүк салғышты салпыншақтан ашқаннан кейін, бекіткіштер есіктерін жауып, арбаның артындағы кабинадан шығып кетеді. Жүк салғышта Ник тістеген қаруын суырып алады. Бір тапаншасын тастап, мылтықты Джекке береді. Ол белгіге бірнеше рет оқ жаудырады. Шабуылдаушылардың қайта жүктелуін күткеннен кейін, бекіткіштер толық биіктікке көтеріледі. Және дәл соққылармен қарақшылардың денесінде қорғасының артып бозалануына келеді. Мәжбүрлі серіктестер үй-жайдың есігіне барады. Ол жерден кезек-кезек өліп жатқан қылмыскерлер құлап кетеді. Ішінде лимузиндер мен мәйіттерге толы автокөлік жөндеу шеберханасы бар. Бұл жақында болған атыстың жаңғырығы. Абайлап жүріп келе жатып, ер адамдар жүк салғышта тығылып жатқан бейшара курьерді байқайды. Не істеу керектігін сұрағанда, жөндеушілер бір-біріне қарайды. Теория бойынша, олар баланы өлтіріп, іздерін жабу керек. Ник оған дәрі-дәрмекті жергілікті басшының қасында қалдырып, жеткізуді аяқтауды бұйырады. Ал ол ысырманы өзі бұрады. Джек мұқият қарап тұрғанда, Ник бөшкесін оған бағыттап, әбігерге түскен жігітке жақындайды. Ник қаруын босатып, Джекке бұрылады. Ол бірден оқ жаудырады. Бірақ серіктесіне немесе курьеріне емес, пакеттердің біріне. Ішінде қызыл шамшырақ жыпылықтайды. Тесілген пакет жағдайға шынайылық береді. Кетіп бара жатып, бала оның көңілін қалдыруын өтінеді. Бірақ көлік атылғандықтан
Үшеуі метроға баруға мәжбүр. Қазірдің өзінде вагонда жас жігіт ұйықтап жатқанда, Джек Никтің жемпіріндегі қанды байқайды. Ол тексеруге көтеріліп, бүйірінен ұстап алады. Қорыққан серіктесі үлкен жолдасын жараланды деп ойлайды. Бірақ Ник оған факты көрсетеді. Ер адамдар жігітті үйіне ертіп барады. Содан кейін олар ас үйде әкесімен сөйлесіп, жағдайды сипаттайды. Ұлы оларды білмейді. Ештеңе болған жоқ. Сондықтан бұл туралы үндемеген дұрыс. Олар жарық түскенде үйден шығып, таңғы ас ішу үшін асханаға барады. Үстел басында отырып, жөндеушілер түнде болған оқиғаны талқылап, бір адамға жұмыс істеп жатырмыз деген қорытындыға келеді. Оларды осы іске кезек жібере отырып, жұмыс беруші оларды есірткі сатушылар арасында болған атыс үшін кінәлі еткісі келді. Бірақ бала кездейсоқ аман қалып, картаны сыртқы түрмен шатастырып алғандықтан, қазір олар кәсіпқой ретінде ымыраға келді. Яғни олар шын жүректен келеді. Ник пен Джек кафенің айналасына қарайды. Ол әп-сәтте қаңырап бос қалды. Сыртта қарулы жасақ күтіп тұр. Серіктестер орындықтарына жатып, тапаншаларын қайта тиіп, аман қалса, бір-біріне шын есімдерін беруге уәде берді. Оқталғаннан кейін олар 3 ұпайға көтеріліп, оқ жаудырады.